Қазақстан тарихынан ұбт-да кездесетін 100 дата. Ежелгі Қазақстан. Энеолит, мыс тас дәуірі. Біздің заманымыздан бұрын 3-2 мыңжылдықтың аралығы. Қола, мыс пен қалайының қосындысы қорытуды меңгеру. Біздің заманымыздан бұрын 2 мыңжылдықтың басы. Темірді игеру басталды. Біздің заманымыздан бұрын 1 мыңжылдықтың басы. Сақ тайпалық одақтарының өмір сүрген мерзімі. Біздің заманымыздан бұрын 1 мыңжылдық. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Біздің заманымыздан бұрын 1 мыңжылдық. Қазақстан аумағындағы ең ежелгі сақ қорғандары. Біздің заманымыздан бұрын 8 ғасыр. Көшпелі ғұн хунну тайпаларының билігіне мөденің келуі. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдың соңы. Сақ массагеттердің парсы патшасы Кирді талқандауы. Біздің заманымыздан бұрын 530 жыл. Түрік дәуірі. Түрік қағанатының өмір сүрген мерзімі. 552-603 жылдар. Батыс түрік қағанатының өмір сүрген мерзімі. 603-704 жылдар. Түргеш қағанатының өмір сүрген мерзімі. 704-756 жылдар. Атлық талас шайқасы. 751 жыл. Қарлықтар мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 756-940 жылдар. Абу Насыр әл-Фарабидің өмірге келген жылы. 870 жыл. Қарахан мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 942-1212 жылдар. Қимақ мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың басы. Жүсіп Баласағұнидің құтты бірлік поэмасының жазылған мерзімі. 11 ғасыр. Қожа Ахмед Яссауидің Диуани Хикмет еңбегінің жазылған мерзімі. 12 ғасыр. Қарахан мемлекетінде ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялануы. 960 жыл. Алтын Орда мен Қазақ хандығының құрылуы. Қыпшақ хандығының өмір сүрген мерзімі. 11 ғасырдың басы мен 13 ғасырдың басы. Алтын Ордада Жәнібектің билік құрған жылдары. 1342-1357 жылдар. Тоқтамыс хан Мәскеуді өртеп, орыс князьдарының салық төлеуін қалпына келтірген уақыт. 1382 жыл. Әбілхайыр хандығының өмір сүрген мерзімі. 1428-1468 жылдар. Қазақ хандығының құрылуы. 1465 жыл. Қасым ханның билік еткен уақыты. 16 ғасырдың басы. Қазақ хандығының дамуы. Моғолстан мемлекетінің өмір сүрген жылдары. 14 ғасырдың ортасы мен 16 ғасырдың басы. Хақназар ханның билік еткен уақыты. 1538-1580 жылдар. Тәуекел ханның билік еткен уақыты. 1582 немесе 1583 және 1598 жылдар. Есім ханның ескі жолы заңдары шықты. 16 ғасырдың соңы мен 17 ғасырдың басы. Жәңгір ханның ел билеуі. 1628 немесе 1629 бен 1652 жылдар. Жоңғар шапқыншылығы және қазақтың ұлт-азаттық күресі. Орбұлақ шайқасы. 1643 жыл. Тәуке ханның билік еткен уақыты. 1680 және 1715 немесе 1718 жылдар. Тәуке ханның 7 жарғы заңдар жинағы. 17 ғасырдың соңы. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның басталуы. 1723 жыл. Бұланды шайқасы. 1726 жыл. Аңырақай шайқасы. 1729 жыл. 1730 жыл. Ресей бодандығы кезеңі және 19 ғасыр. Нұралының билік құрған жылдары. 1748 және 1786 жылдар. Абылайдың қазақ хандығын басқарған жылдары. 1771-1781 жылдар. Сырымда тұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс. 1783-1797 жылдар. Кенесары Қасымұлының өмір сүрген жылдары. 1802-1847 жылдар. Шоқан Уәлихановтың өмір сүрген жылдары. 1835-1865 жылдар. 19 ғасыр және қазақ ағартушылары. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс. 1837-1847 жылдар. Ыбырай Алтынсариннің өмір сүрген жылдары. 1841-1889 жылдар. Қазақтың ұлы ақыны, ойшылы әрі ағартушысы Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары. 1845-1904 жылдар. Патшалы Ресейге қарсы Жанқожа Нұрмұхамбетұлының көтерілісі. 19 ғасырдың 50 жылдары. Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір сүрген жылдары. 1858-1931 жылдар. Әлихан Бөкейхановтың өмір сүрген жылдары.
1866-1937 жылдар. Вильгельм Томсон ежелгі түркі жазбаларының құпиясын ашты 1893 жылы. 20 ғасыр басындағы саяси және мәдени оқиғалар. Қазақ жалпыұлттық газетінің шығуы 1913-1918 жылдар. Қазақстан және Орта Азиядағы ұлт-азаттық қозғалыс 1916 жыл. Алаш партиясының құрылуы 1917 жыл шілде. Орынборда екінші жалпы қазақ съезі Алаш Орда үкіметінің құрылуы 1917 жыл желтоқсан. Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет құрылған мерзім 1919 жыл 10 шілде. Қырғыз-Қазақ АКСР-ның құрылуы 1920 жыл. Қазақ халқының тарихи атауы қалпына келтірілді 1925 жыл сәуір. Қазақ АКСР астанасын Орынбордан Қызылордаға көшірілуі 1925 жыл. Әміре Қашаубаев Парижде өткен дүниежүзілік көрмеде ән шырқаған жыл 1925 жыл. Алғашқы жоғары оқу орны Қазақ мемлекеттік педагогикалық институттың ашылуы 1928 жыл. Қазақ АКСР астанасын Қызылордадан Алматы қаласына көшірілуі 1929 жыл. Кеңестік кезең. Күштеп ұжымдастыру жылдарындағы жаппай ашаршылық 1931 және 1932 немесе 1933 жылдар. Қазақ АКСР-ның одақтық республика болып қайта құрылуы 1936 жыл. Жаппай қуғын-сүргін орын алды 1937-1938 жылдары. Қазақ КСР Конституциясының қабылдануы 1937 жыл. Екінші дүниежүзілік соғыстың басталған жылы 1939 жыл. Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы 1946 жыл. Семей ядролық полигонындағы алғашқы атомдық жарылыс 1949 жыл. Мұхтар Әуезовке Абай романы үшін КСРО мемлекеттік сыйлығының берілуі 1949 жыл. Тың және тыңайған жерлерді игерудің басталуы 1954 жыл. Жұмабай Шаяхметовтің қаз КСР КПОК-ның бірінші хатшысы болған жылдары 1946-1954 жылдар. Тәуелсіздік жолында. Теміртаудағы жұмысшылар толқуы 1959 жыл. Байқоңыр космодромынан тұңғыш ғарышкердің ұшырылуы 1961 жыл. Дінмұхаммед Қонаевтың Қазақ КСР Компартиясы ОК бірінші хатшысы қызметін атқарған жылдары 1960-1962 жылдары және 1964-1986 жылдары. Ядролық қаруларды атмосферада, ғарышта және су астында сынауға тыйым салу туралы келісім шарт 1963 жыл. Есік қорғанынан алтын адам табылуы 1969 жылы. Қазақ КСР Конституциясының қабылдануы 1978 жыл. Целиноград қаласындағы неміс автономиясын құруға қарсы наразылық шерулері 1979 жыл. Желтоқсан оқиғасы 1986 жыл. Шәкәрім Құдайбердиев, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақов Дулатовтардың ақталуы 1988 жыл. Қарағанды шахтерлерінің ереуілі 1989 жыл. Невада-Семей экологиялық қозғалысының құрылуы 1989 жыл. Тілдер туралы Қазақ КСР заңының қабылдануы, қазақ тілінің мемлекеттік тіл болып жариялануы 1989 жыл. Қазақстанның тәуелсіздік жылдары. Қазақ КСР-ның егемендігі туралы декларацияның қабылдануы 1990 жыл 25 қазан. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қоюы 1991 жыл 29 тамыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бүкіл халықтық сайлауда Қазақстан президенті болып сайлануы 1991 жыл 1 желтоқсан. Қазақ КСР-ның алтын қоры мен алмас қорының құрылуы 1991 жыл. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңының қабылдануы 1991 жыл 16 желтоқсан. Қазақтардың дүниежүзілік алғашқы құрылтайының өтуі 1992 жыл. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен елтаңбасы бекітілуі 1992 жыл маусым. Қазақстан Республикасының Біріккен ұлттар ұйымына толыққанды мүше болып қабылдануы 1992 жыл. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңгенің енгізілуі
1993 жыл қараша. Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылуы 1995 жыл. Қазақстан Республикасының қолданыстағы Конституциясының қабылдануы 1995 жыл 30 тамыз. Жалпы ұлттық татулық пен қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы 1997 жыл. Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілуі 1997 жыл. ЮНЕСКО шешімімен Астана қаласына бейбітшілік қаласы мәртебесінің берілуі 1999 жыл. Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер өкілдерінің бірінші съезі 2003 жыл. Қазақстан Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі 2010 жыл. Қазақстанда Азиаданың өткізілуі 2011 жыл. Қазақстанда дүниежүзілік экспо көрмесінің өткізілуі 2017 жыл. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануы 2019 жыл.